Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін математикадан 45-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы жай есептерді құрама есептерге айналдыру. Бірінші есеп: жай есепті сызба түрінде модельде және шығар. Мектептің бірінші қабатында 20, ал екіншісінде одан жетеуі кем сынып бөлмесі бар. Екінші қабатта неше сынып бөлмесі бар? Есептің қысқаша шарты берілген. Бірінші қабатта 20 бөлме, екінші қабатта белгісіз, бірақ жетеуі кем бірінші қабаттан. Кем десек азайту амалын қолданамыз. 20 бөлмеден 7 бөлмені азайтқанда 13 бөлме қалады. Екінші қабатта 13 сынып бөлмесі бар. Екінші есеп: екі амалмен шығатындай етіп бірінші тапсырмадағы жай есептің сұрағын өзгертуге болады. Сонда мынандай құрама есеп шығады. Мектептің бірінші қабатында 20, ал екіншісінде одан жетеуі кем сынып бөлмесі бар. Мектепте барлығы неше сынып бөлмесі бар? Есепте екі белгісіздік бар. Оны есептің сызбасынан жеңіл білуге болады. Бірінші белгісіздік бұл екінші қабаттағы бөлмелердің саны. Екінші белгісіздік ол мектептегі барлық бөлмелердің санын сұрап тұр. Мына өрнек нені білдіреді? Бұл өрнек жай есептің өрнегі. Екінші өрнек бұл құрама есептің өрнегін білдіреді. Есептің қысқаша шартын жаздық. Шешуі: 20 бөлмеден 7 бөлмені азайтамыз, бізде 13 бөлме қалады. 13 бөлме бұл екінші қабаттағы бөлмелер саны. Оған бірінші қабаттағы 20 бөлмені қосамыз, барлығы мектепте 33 бөлме бар. Есепті шығар. Мектепке 26 принтер және одан 5-еуі артық компьютер сатып алынды. Мектепке барлығы неше техникалық құрылғы сатып алынды? Осы құрама есептің кесте түрінде моделі берілген. Принтерлердің саны 26 белгілі, компьютерлердің саны белгісіз, 5-еуі артық. Барлық құрылғылардың саны белгісіз. Есепте екі белгісіздік бар. Мына теңдік нені білдіреді? Бұл теңдік құрама есептің өрнегі. Есептің қысқаша шартын жаздық. Принтер 26, компьютер белгісіз, 5-еуі артық 26-дан. Және барлық құрылғылардың санын белгісіз. Шешуі: есептің шешуін жазамыз. Бізде жалпы 26 принтерге компьютердегі принтерді табамыз. 26 бізде белгілі принтер. 26-ға 5-ті қосамыз, бізде 31 болады. Бұл бізде компьютерлердің саны. Енді 26-ға 31-ті қосамыз. 10-ға 10-ті бірлікке бірлікті қосамыз. 20-ға 30, 50, 6-ға 1, 7. Жауабы 57 құрылғы. Мектепке барлығы 57 техникалық құрылғы сатып алынды. Есеп: мектеп ауласында 35 терек және одан 16-сы кем шырша ағаштары өсіп тұр. Мектеп ауласында барлығы неше ағаш өсіп тұр? Есептің қысқаша шарты: терек 35 ағаш, шырша белгісіз, 16-сы кем 35-тен және барлығы белгісіз. Есепте екі белгісіздік бар. Шешуі: 35 пен 16-ның айырмасын қосамыз. 35-ті жазып аламыз, жақшаның ішін орындаймыз. 35-тен 16-ны азайтқанда бізде 19 болады. 35 бізде терек ағашы, 19 шырша ағашы. 35-ке 19-ды қосамыз, 54 болады. Жауабы: мектеп ауласында барлығы 54 ағаш өсіп тұр. Екінші есептің А тапсырмасы: өрнектерді түрліше оқы және мәндерін тап. Бірінші өрнек: 54 пен 27-ның айырмасына 12-ні қосамыз. Бізде бірінші орындалатын амал азайту, жақшаның іші. Екінші қосу амалы орындалады. Есептерді баған түрінде шығарамыз. 54-тен 27-ні азайтамыз. Бірліктен бірлікті, ондықтан ондықты азайтамыз. 4 бірліктен 7 бірлікті азайта алмаймыз. 5 ондықтың 1 ондығын қарызға береміз. Ұмытып кетпес үшін 5 цифрының үстіне нүкте қоямын. 14-тен 7-ні азайтқанда 7 қалады.
5 ондықтың 1 ондығын қарызға бердім, менде 4 ондық қалды. 4-тен 2-ні азайтқанда 2 болады. Жауап 27 шықты. Енді шыққан санға 12-ні қосамыз. 27-ге 12-ні қосамыз. 7-ге 2-ні қосқанда 9 бірлік болады. Бірліктердің астына жазамын. 2 ондыққа 1 ондықты қосамын. 3 ондық болады. Жауабы 39. Бірінші өрнектің мәні 39-ға тең. Екінші өрнек. 37-ге 26 мен 14-тің айырмасын қосамыз. Бізде есепте бірінші орындалатын амал жақшаның іші азайту амалы, екінші қосу амалы орындалады. 26-дан 14-ті азайтамыз. 6-дан 4-ті азайтамын. 2 болады. 2-ден 1 ондықты азайтамын. Жауабы 1 болады. 12. Енді шыққан санды 37-ге қосамын. 37-ге 12-ні қосқанда бірлікке бірлікті қосамыз. 7-ге 2 бірлік 9 болады. 3 ондыққа 1 ондық 4 ондық болады. Жауабы 49. Келесі үшінші өрнек. 62-ден 34 мен 18-дің қосындысын азайт. Бізде бірінші орындалатын амал жақшаның іші қосу амалы. Екінші азайту амалы орындалады. Есептерді баған түрінде есептейміз. 34-ге 18-ді қосамыз. 4-ге 8-ді қосқанда 12 болады. 2 бірліктердің астына жазамын. 1 ондықты ойда сақтаймын. 3 ондыққа 1 ондықты қосқанда 4 ойдағымен 5 ондық болады. Жауабы 52. Енді шыққан жауапты 62-ден 52-ні азайтқанда бізде бірліктен бірлікті азайтамыз, 0 болады. 6 ондықтан 5 бірлікті азайтқанда 1 болады. Жауабы 10. Үшінші өрнектің мәні 10-ға тең. Бесінші есептің ә тапсырмасы амалдардың орындалу реті бойынша өрнектер құр, олардың мәнін тап дейді. А тапсырмадағы үлгіге қарай отырып, ә мен Б тапсырмасында өрнек құрастырамыз. Бізге амалдардың орындалу реті берілген, сол бойынша өрнек құрастырамыз. Ә тапсырмасында бізде бірінші 92-ден 22-ні азайтамыз. Екінші орындалатын амал 19-ға 70-ті қосамыз. Енді 92-ден 22-ні азайтқанда бізде 70 болады. 70 бізде реті бойынша ол екінші тұр. Сондықтан біз бұл өрнекті екінші жазамыз. Бірінші 19-ды жазып аламыз. 19 қосылған жақша ішінде 92 мен 22-нің айырмасы. Бізде өрнекті жаздық. Енді осы өрнектің жауабын жазамыз. Бізде бірінші орындалатын амал азайту, екінші қосу амалы. 92-ден 22-ні азайтқанда бізде 70 болады. Енді 70-ге қосамын 19-ды. Жауап 89. Екінші Б тапсырмасы. Бізде бірінші орындалатын амал 36-ға 15-ті қосамыз. Екінші орындалатын амал 51-ден 14-ті азайтамыз. 36-ға 15-ті қосқанда нәтиже 51-ге тең болады. Бізде 51 реті бойынша бірінші тұр. Сондықтан біз бұл амалды бірінші жазамыз. Жақша ішінде 36 қосылған 15 азайтамын 14. Өрнекті құрастырдық, енді мәнін табамыз. Бізде бір қосу амалы, екінші азайту амалы орындалады. 36-ға 15-ті қосқанда бізде 51 болады. 51-ден азайтамын 14-ті, 37 болады. Жауап 37. Бірінші есеп амалдарды орында. Бізге шамаларға байланысты есептер берілген. Амалдарды орындамас бұрын мына теңдікті есте сақтаймыз. 1 метр 100 сантиметрге тең, 1 дециметр 10 сантиметрге тең, 100 килограмм 1 центнерге тең. Бірінші амал 1 метрден 3 дециметр 5 сантиметрді азайтамыз. Бұл жерде метр, дециметр, сантиметр ең кіші өлшем бірлікке айналдырамыз. Бізде ең кіші өлшем бірлік сантиметр. Метр мен дециметрді сантиметрмен айналдырып есептейміз.
1 метрде 100 сантиметр бар, 3 дециметрде 30 сантиметр бар, және оған 5 сантиметрді қосамын, 35. Есепті баған түрінде жазып шығарамыз. Сантиметрден сантиметрді азайтамын, сантиметр. 0 бірліктен 5 бірлікті азайта алмаймын, сондықтан 1 жүздіктің 1 ондығын қарсыға беремін. Ұмытып кетпес үшін 1 және 0 цифрларының үстіне нүкте қоямын. 1 ондықтан 5-ті азайтамын, 5 болады. 1 жүздіктің 1 ондығын қарсыға бердім, 9 ондық қалды. 9-дан 3-ті азайтамын, 6 болады. Жауабы 65 сантиметр. Жазамын 65 сантиметр. 65 сантиметрде 6 дециметр 5 сантиметр бар. Екінші амал, 73 килограммға 27 килограммды қосамыз, баған түрінде жазып шығарамыз. Килограммға килограммды қосқанда килограмм болады. 3 бірлікке 7 бірлікті қосамын, 10. 0 бірлігін жазамын, 1 ондығын ойда сақтаймын. 7 ондыққа 2 ондықты қосамын, 9. Ойдағы 1 ондықпен 10 болады. Жауап 100 килограмм. 100 килограммды жазамын. Енді 100 килограмм неше центнерге тең? Ол бізде 1 центнерге тең. Үшінші орындалатын амал бізде 62-ге 36 мен 23 центнердің айырмасын азайтамыз. Бізде бірінші орындалатын амал жақшаның іші. 36-дан 23-ті азайтамыз. Баған түрінде жаздым. Центнерден центнерді азайтқанда центнер қалады. 6 бірліктен 3 бірлікті азайтамын. 3 бірлік. 3 ондықтан 2 ондықты азайтамын, 1 ондық. Жауабы 13 болады. Үстіне жазып қойайын, 13 центнер болады. Келесі бізде екінші орындалатын амал 62 центнерден 13 центнерді азайтамын. Бағандап есептейміз. Центнерден центнерді азайтқанда центнер болады. 2 бірліктен 3 бірлікті азайта алмаймын, сондықтан 6 ондықтың 1 ондығын қарсыға беремін. Ұмытып кетпес үшін 6 цифрының үстіне нүкте қоямын. 12-ден 3-ті азайтқанда 9 болады. 6 ондықтың 1 ондығын қарсыға бердім, менде 5 ондық қалды. 5-тен 1-ді азайтамын, 4 болады. Жауабы 49 центнер. Жетінші есеп, үй жұмысы. Құрама есепті шығар. Музыка кабинетінде 21 домбыра және одан 14 кем қобыз бар. Музыка кабинетінде барлығы неше аспап бар? Бізде есептің шарты: домбыра 21, қобыз белгісіз, 14 кем 21-ден. Және барлығы қанша аспап бар екенін табуымыз керек. Мәтінде 2 белгісіздік бар. Шешуі: 21-ге 21 мен 14-тің айырмасын қосамыз. 21 бізде ол домбыраның саны. Енді қобыздың санын табамыз. Қобыз бізде 14-ті кем 21-ден дейді. Кем десек азайту амалын қолданамыз. 21-ден 14-ті азайтамыз. Бізде 7 қобыз бар. Енді барлық аспаптарды табу үшін домбыраға қобызды қосамыз. 21-ге 7-ні қоссақ, бізде 28 болады. Жауабы 28 аспап.